Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен талшын. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөктің жасалу рецептінен бөлісетін боламын. Майсөк тарыдан жасалады, құрамында көптеген пайдалы дәрумендер бар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің инстаграм парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар жұмсақ сары май, тары, қант және ыстық сүт қажет болады. Ең алдымен осылай тарымызды ыдысқа салып аламыз және үстінен осылай ыстық су құятын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, бірнеше рет қайталап осылай жасайтын боламыз. Мен кем дегенде осылай 3 рет жасадым. Осылай бөлек ыдысқа суын құямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тарының осылай қап-қара болып кірі шығатын болады. Аппақ болғанша осылай жақсылап жуып қайталап осылай жасайтын боламыз. Жақсылап жуылған тарының үстінен осылай ыстық сүт құятын боламыз. Жақсылап сүтімізді құйып аламыз. Үстінен қалауыңызша тұз салсаңыздар болады. Мен осылай 1 шай қасық тұз салдым. Жақсылап тұзымызды салып араластырып 20 минутқа осылай қалдыратын боламыз. Бетін жауып. Осы 20 минуттың ішінде біздің тарымыз бойына ыстық сүтті сіңіріп, көлемі 2 есеге ұлғайып, жұмсаратын болады және осылай тарымызды кептіріп алатын боламыз. Ол үшін арнайы құрғақ сүлгіге немесе осылай құрғақ матаға осылай қасықпен толықтай жайып шығатын боламыз. Менде кептіру уақыты 40 минут уақыт кетті. Сіздерде одан да көп уақыт кетуі мүмкін. Мінекей дайын болған кепкен тарымызды осылай жинастырып, бөлек ыдысқа салатын боламыз. Мінекей осылай дайын болған тарымызды ыдысымызға салып алдық. Енді үстінен осылай құрғақ тарымызды сары май саламыз. Үстінен жұмсақ бөлме температурасындағы сары май қосатын боламыз. Менде дүкеннің сары майы, қолдың сары майында қолдана беруге болады. Үстінен осылай қантымызды салып, жақсылап осылай майымыз бен қантымыз біркелкі болғанша жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің майсөгіміз дайын болды. Енді осылай әдемі етіп тарелкаға салу үшін осылай кесемізге саламыз. Үстінен осылай қасықпен басып алатын боламыз. Осылай дайын болған майсөкті тарелкаға осылай салып ұсынатын боламыз. Өте дәмді, өте керемет болып шығатын болады. Менің парақшам пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода кездескенше.